Сәлем достар. Біз деген Шымкенттеміз. Мына жақта міне қалғандары далада. Үшеуміз отырып не видео түсіреміз деп отырмыз да. Балконда біреу бар ма? Білмеймін. Әлі көрейікші. Қан? Жоқ қой ешкім. Жүр, кір. Ойбай. Кім болды екен? Біреу ағаш үйде біреу жүр. Біреу жүр үйде. Мама. Бәрі кетіп қалды. Құстар емес па? Соға құстар болса. Ағашым? Құстар оны бүйтіп ұзақ тоқылдатпайды. Ой, осы жерде тұрайыншы, тоқташы. Дейді ғой. Осы жерде тұрайыншы. Тоқташы, осы жерде аңдып тұрайықшы. Біреу жүр. Ай, Каусар жүр ғой мына жерде. Ой, сен далаға шықпадың ба не? Иә. Неге шықпадың? Балконда 24 сағат отырайық. Кешке дейін. Балконда ұйықтаймыз. Қой. Иә. О, ыстық қой. Қойшы. Давай бізде шынымен де ше 24 сағат балконда деп вообще түсірмеппіз ғой. Біздің ана ше осы бөлмеде бүгін түсірейік онда давай шынымен де. Онда не істейміз қазір? Балконда сонда не істейміз? Мына жаққа қарап отырамыз ба шейін? На видтерді қарап отырамыз ба? Заттар алып келеміз. Жейтін заттар алып келеміз. Су бір бәлелер алып келеміз. На видті қараңдаршы. Біз Шымкенттеміз. Сондай ма? Ұйықтаймыз. Тоқта, онда ше қазір на видті бір көрсетейінші мен. Өзіме де қызық болып тұр. Күшті. Біз қай райондамыз, кім біледі, шымкенттіктер. Біз Нұрсаттың бір жеріндеміз әйтеуір. Өзім де білмеймін деп па. Ана қадымда пикник жасайды. Мына жерде пикник жасайды екен. Площадкалар күшті екен, ә? Давай, түсіреміз ба? Иә. Давай онда битик. Қазір мен деген 15-ке дейін санаймын да. Сендер керек жарақтарын бәрін өздерің алып келіңдер. Бастаймыз ба? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, болыңдар, 12, аз қалды, 13, 14, жай санап жатырмын әлі де, 14, 15, челленджге қатыспай қаласың, бұл тез, бұл. Не, достарына балконның есігін жауып қояйын. Ал, достар, 15-ке дейін санатын дегізі асықпай санатын алатын заттарын албасын деп. Алған заттарын қараңдар енді. Мынадай сумка алыпты. Мен алдым. Не үшін алдың, бұл жаққа барасың ба? Ойбай. Наны кім алды? Печенье апты, әйтеуір жейтін нәрсе апты. Біреу болса. Кім алды нан? Мен. Су алыпты. Суды кім алды? Мен. Суды Ұлжан алыпты, молодец. Үйде бізде тәтті соқ су жоғы таусылып қалған еді. Мынада 5 литрлік су бар, соны алып кепті, су ішеміз деп. Мынада карталар алыпты. Кірпік жабыстырамын деп. Кірпік алыпты. Мынадай косметикаларын алыпты. Білмеймін, боянам дедім. Мынау не үшін алып десейші. Мынаны үш шығарғышты. Не үшін алып десейші. Мынаны не үшін алдыңыз? Салатын қағазым жоқ қой. Мынау мен қазір ше макияж істеймін қасымға. Қандай? Человек болып. Ал. Зікір алдым. Мен не істейсің, боянасың ба? Иә. Осындай заттар алыпты. Біз надай видпен бүгін балконда деген видеоны түсіреміз. Бірінші карта ойнайық онда. Білмеймін әйтеуір. Ал достар, біз Uno ойнайын деп жатырмыз. Қыздар деген көрпеше аламын деп ойлаған. Көрпеше алып та үлгермеді. Надай дорожканың үстінде отырмыз енді. Давай, бастаңдар. Көрсетейін мен достар. Маған қандай түсті екен. Ойбай, бір неден жинап беріңізші маған, пожалуйста. Бар екен ғой. Бақты скулда алған жоқпыз әлі біз ше. Ақтауға барып аламыз енді. Ертерек. Біздің видеомызды соңына дейін қараңыздаршы, баламен Ұлжандағы ше. Видеомызды талында қалдырмай қараңыздар, өтініш. Өтініш, сендердің көп қарағандарыңды, реакция бергендеріңді қалаймыз десейші. Я. Давай, болды ма? Давай, бастайық.
Ал достар, бізде ұтқан адам бірінші Ұлжан, одан кейін Бану, одан кейін Кәусар, ең соңында мен қалдым. Короче, мен ұтылдым достар. Достар, мына су құйып, қазір қалам деген. Человек-пауктың суретін салам дейді. Человек-паук па, короче, пауктың ба, өрмекшінің ұясын ба, бірдеңесін салып, нағыздың бетіне көреміз енді болды. Достар, мынандай заттармен, үйдегі бар заттармен ғой, енді үйде фломастер, краска деген жоқ қазір бізде. Мынадай маркер алып келген, ана пойызда сурет салғанбыз ғой, раскраска бояғанбыз. Достар, біздің Бану мына жерге Кәусардың бетіне, яғни сурет салайын деп жатыр. Ана жақтан түсіру ма? Ұлжан, сен түсірсейші. Сызылып жатыр ма? Достар, біз мама екеуміз менен дейді. Қазір тиктокта хит болып жатқаннан мен бар емес па? Мама, мен сізге ешқай айтпағам, бірақ сіз маған қасыңыздан да жуан болған қатынайды деген ойында ойнайтын боламыз. Давай. Ол қандай болады екен? Ұлжан, мен саған ешқашан айтпағанмын. Сенің қасыңда бүйтіп жуан етіп бояп, мына жер бүйтіп қосылып қалған маған ұнайды. Мама, мен сонда өзбектерге ұқсап. Енді мен, мама, мен сізге ешқашан айтпағам, бірақ сіздің маған шефтер болды. Наша тамақсын солар мұрты болды ғой. Мұрт істеймін ба бүйтіп? Иә, думалақ. Достар, енді менің мамам кезегі, енді сіз маған не айтасыз? Ұлжан, мен саған ешқашан айтпағанмын. Сенің мына жеріңе ана сақал жас істегенің ұнайды маған. Жарасады саған. Болды. Екеумізде де сақал бар, достар. Енді келесі мен айтатын боламын. Мама, мен сізге ешқашан айтпағам, бірақ сіз маған осылай дөңгелек контур болғанын айтты. Міне мамам мен бетіне осылай қап-қара бердім. Не мынау өлі. Ужас. Енді маман кезде мен қарсымсыз? Күйеуім көрсе шошитын болды. Не мынау дейтін болды. Ал Ұлжан, мен саған ешқашан айтпағанмын. Сен шашыңды шия. Ұлжан, мен саған ешқашан айтпаған, бірақ сен шашыңды мына жерге жинаған маған ұнайды. Достар, мен жинап болмаса шашымды. Енді мама, мен сізге айтам. Мама, мен сізге ешқашан айтпаған, бірақ сіз маған шашыңыз болса екке болғанын айт. Дұрысың. Қазір жинап шашын. Мама, енді менің Просто балам әкеп берді, балам. Даладан келіп қойды. Нандай болды, мә, осындай образға мен түсем деп. Кім ойлапты, не? Ашын, сіз айтасыз. Ұлжан, пикмемет, қалай? Пикме болып сөйлеймін мен қазір. Ұлжан, сенің бар емес па? Мен саған ешқашан айтып көрмегенмін. Бірақ саған не айтсам екен? Мынандай мұрт саған қатты жарасатын сияқты. Достар, біттік біз ал. Енді менің кезегім. Мама, мен сізге ешқашан айтпаған, бірақ сіздің маған стелка болды осы. Ұнайқа демеші. Ұнайды маған. Мәне? Енді сіз маған не айтасыз? Соңғысы бұл енді. Соңғысы болсын ба? Иә. Кән? Ұлжан, мен саған ешқашан айтқан жоқпын, бірақ сен бетіңе қып-қызыл румяна саған өте қатты жарасады. Мама! Ал достар, кімнің образы ұнады, макияжы ұнады? Менікі сияқты, менікі күлкілі шыққан сияқты. Айтпақшы достар, қазір біздің Бану бар емес па? Бану да ана Человек-паук бет нет. Өрмекшінің ұясы бар емес па? Соны суретін салып бітті. Қазір көрсетем. Ал достар, міне біздің Кәусардың өрмекшісінің ұясы. Әдем шыққан, жай ғана қызыл түсті қарандашты суға батыра отырып бояды да, налары подводка кәдімгі. Ішіне көзінің мынандай жеріне не жақтың?
Тең ба? Иә, тең. Тең жаққан. Бұл кішкентай ғана жақтыңыз, аңғарай сен жақтың. Әдем шыққан, иә? Осындай болды. Ал достар, кімнің образы ұнады? Бағнуда образы жоқ, Бағну просто мынаны жасап берді. И бізге жұмысы ұнады. Енді біздікі ше. Ал біздікі кімдікі қатты ұнады? Менің ойымша мен әдем болды. Жоқ, мен әдемі. Мама. Жоқ, Мен. бұл жерде кімнің түрі күлкілі, сол жеңет. Достар, осы видеоның соңына дейін қараңдар. Лайк басып жүрген тіркеліңіз комментарийге кімнің несі әдемі болды дегенді айтып кетіңдер. Мама және менің кімі. Және Кәусәрдікі ма? Иә. Бағнудың жұмысы ұнады ма? Онда айтып кеттіңіздер. Иә. Сосын Бағну мен Ұлжанға кіріп, біздің ең жаңа шыққан видеомызды қарауды ұмытпаңдар достар. Пока! Пока!